генетикалық анализ қанша процент жақсы нақты айтады. Бұндай анализді тапсыру үшін бізге конкретно дайындық керек. Бұл бізде цитомегаловирус болған кезде, немесе генитальный герпес болған кезде. Анализ қорытындысына мен 100% жеке өзім сенем деп айта алмаймын. Қайтадан повторно платно, яғни өзіңіз жеке төлем ақша жасау арқылы екінші тапсыруыңызға болады. Ассаламу алейкум, қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздерге синдром Дауна. Осы туралы сөйлесек. Бұл жерде мен өзімнің жеке бір клиникалық диагнозды айтып беремін деп айтпаймын. Бұл менің жалпы көзқарасым. Бұл анализге. Генетикалық анализ қанша процент жақсы нақты айтады, және де бұл нәрсе қайдан келеді деген сияқты сұрақтарыңызға жауап ала аласыздар иншалла. Сондықтан кім қазір жүкті әйелдер қорықпасаңыздар болады. Сонымен қатар сіздер міндетті түрде лайк басуларыңыз керек болады. Және де маған подписаться етуді ұмытып кетпеңіздер. Ендеше синдром Дауна, синдром Эдвардса да біз бұларға қай уақытта тапсырамыз анализді? Біз анализді жүктіліктің 11 апта 5 күннен бастап максималды 13 апта 5 күннің ішінде тапсыру керекпіз. Яғни бізде баланың КТР мөлшері 44 мм-ден жоғары болғаннан кейін максималды қателеспесем 77 сантиметрге дейін болған кезде біз тапсыра аламыз. Бұндай анализді тапсыру үшін бізге конкретно дайындық керек. Бұл қандай дайындық? Яғни анализге кешкі уақыттан бастап ертесі күн таңертеңге дейін ащы нәрсе жемеу, майлы нәрсе, газированный сусындар, химикаттар қолданбауыңыз керек болады. Және де азанда аш қарынға барып тапсырасыз. Даже элементарно суда ішпейсіз. Сөйтіп барып тапсыру керексіз. Сонымен қатар бұл анализ қорытындысы бізде қазіргі таңда көбінесе 35 жастан жоғарылардың барлығына возрастной риск береді. Возрастной риск дегенне жасының үлкендігіне байланысты осындай синдром пайда болуы мүмкін деген сияқты, патология. Себебі бізде ұрық болуы әбден мүмкін. Например, мынау ұрық пайда болды, доминантный фолликула, бірақ бұның ішінде әлсіз ұрық болуы мүмкін, ұрық емес су болуы мүмкін. Соның кесірінен осылайынан бір патология пайда болып кетуі мүмкін. Енді жиі қандай жерде бұл нәрсе кездеседі? Жиі бұл бізде цитомегаловирус болған кезде, немесе генитальный герпес болған кезде, сонымен қатар токсоплазма вирустары болған кезде, және де жүктілік кезінде қандай да бір жыныстық қатынас арқылы жұғатын инфекциялар болғанда, хламидия, микобактерия деген сияқты, и стресс, особенно стресс бізде 5 апта мен 8 апта аралығында болатын болса, және де бұл тұқым қуалауы мүмкін. Яғни сізде бабушка, дедушка болған болуы мүмкін. Яғни аталарының атасының аталарының аталарына болған деген сияқты нәрселерден да. Себебі тұқым қуалайды деген нәрсе, ол сразу менің ең үлкен атамнан бір келе салмайды ғой. Ол 3 ата, 4 ата, 5 ата, 6 атаға уақыттан сөйтіп келетін дүние да. Сол себептен. Ал енді анализ қорытындысына мен 100% жеке өзім сенем деп айта алмаймын. Себебі менің жағдайымда қанша жүкті әйелдерді қарасам, сонша жүкті әйелдерде генетикасы нашар болып шығады да, ал бала әп-әдемі, сап-сау, 12 мүшесі түгел сөйтіп туылады. Ал біреулерде болады, наоборот, анализ тап-та чисто шығады, ал когда бала туылған кезде қандай да бір патологиямен туылады. Осындай дүние өте көп. Сондықтан ол жағдайда мен анализді 100% айта алмаймын. Енді оның орнына не істейсіз? Желательно 18 аптада қайтадан повторно платно, яғни өзіңіз жеке төлем ақша жасау арқылы екінші тапсыруыңызға болады. Себебі бізде бұрын 2 рет алынатын, қазір 2 рет 1 рет алынады. Екіншісі өзіңіз тек қана платно тапсыра аласыз. Мен білетін лаборатория бұл Олимп лабораториясында бар. И бұл анализ тапсыру үшін міндетті түрде бүгін УЗИ-ға түссеңіз, бүгін 1-ші күн, ертең 2-ші күн, 3-ші күн, осы 3 күннің ішінде тапсыру керексіз. Ары қарай өтіп кететін болса, бұл да дұрыс көрсетпейді. Анализ дұрыс көрінбеуі мүмкін. Түсінікті ғой. Сонымен қатар, егер сізде действительно подозрение болатын болса, ойбай, осындай дейтін болатын болсаңыз, онда мүмкіндігінше 20 аптаға дейін күтіп, 20 аптасынан бастап 4D немесе 3D УЗИ-ға түсіңіз, немесе бізде қазір бар УЗИ плода и МРТ плода. МРТ плода деген МРТ-ға іштегі баланы түсіруге болады. Дамып кеткенбіз, көрдіңіздер ме? Осындай МРТ плодаға түсіңізге болады. Бұл қателеспесем Алматы қаласында бар. И сол арқылы баланың развитиясы қалай, оның КТР жақсы ма, ТВП-сы жақсы ма, яғни анализ бүкіл органдарының сантиметрі дұрыс па өсіп келеді ме, соның бәрі нақты айтып береді. Егер сол нәрсе жақсы болса, онда ешқандай дауына жоқ сізде. Ол кезде уайымдаудың да, қорқыныштың да ешқандай керегі болмайды сізге. Сол себептен бұл анализ 100% нақты деп ойламаймын.
ендеше бірақ сіз ішіп отыру керексіз не жүктілік кезде міндетті түрде витаминдер. Бұл комплексный витамин В, қазіргі таңда бұл витажинал немесе фемибион или витрум, аевит деген сияқты түрлісі бар. Және де оған қоса міндетті түрде D3 витамин ең аз дозада 1000 дозада ішу керек боласыз. Және де міндетті түрде сіздер ішулеріңіз керек болады. 12 аптадан бастап бұл омега 3. 3, 6, 9 болса тіпті күшті, тіпті жақсы. И фолий қышқылы. Түсінікті ғой. Стресстен мүмкіндігінше алыста. Сол алыста болу үшін хотя бы магний B6 ішулеріңізге болады. Ендеше барлықтарыңызға іске сәт, ақпарат түсіндіре алдым деген ойдамын. Дәл қазір естіңіз ба, витаминдеріңізді ішіп бастаңыз, чтоб ертең сізде де балада проблема болмау үшін, және де денсаулығыңызды өзіңіз күтіңіз. Себебі сіздің денсаулық тек сізге керек. Егер сізде бір нәрсе болса, сіз балаларыңызға да басқаға да керек емессіз да. Бұның бәрі тек бір Аллахтың қалауымен болатынын түсініңіз. Мейлі ол дауына басқа нәрсе, бұның бәрі Аллахтың қалауымен. Ешқандай нәрсе болмайды, егер Аллах оны қаламаса. Хоть ол жерде миллион инфекция болса да, Аллах егер аман-сау бала дүниеге келген қаласа, сол аман-сау бала дүниеге келеді. Сондықтан бұл да сіздерге бір как мотивационный, да, жоқ деген сияқты нәрсені тудыруы мүмкін, да. Сондықтан инфекция бар екен, бітті бәрі мені сондай деген нәрсеге кіріп кетпеңіз. Түсінікті ғой? Ендеше барлықтан аман есен дүниеге ұрпақтарыңызға келіп алыңыздар, иншалла. Тек қана салиқалы ұрпақ болып өссін. Барлықтарыңызға мың миллиард рахмет.